бір алаңсыз, бір сараң еркектер болады ғой, бір қиынсынап қалған, үйіне барсаң анадай дивандарына газет төсеп тастаған, үйіне кірсең артынан шырпының талдарын жинап жүретін сондай бір еркек ығыры шығып кеткенде көршісіне барып әңгімелесейін деген ғой. Көршісіне? Иә, барып отыра берген кезде оқ ти, мен ана бөлмемнің светін сөндірмекпін ғой деп барғанда есікті қаққан ғой. Ар жағынан баласы не қыпты да, бұл кім деп, мен ғой әке, есікті ашпай ақ қой, есіктің топсасы желінеді, ана менің бөлмемнің светін өшір деген ғой. Ой әке, соған бола келдің ба, бағана сен шығысымен өшіріп тастаған, мен тоқ жейтін болғасын, көп ақша кетіп қалатын болғасын дейді. Соған бола келдің бе енді, ана туплиіңнің өкшесі мүжілді ғой, бекер келдің десе, уайымдамай ақ қой, балам, жалаң аяқ келіп тұрмын депті.抖音